Жылы судың адам ағзасына тигізер пайдасы мол екенін біз білеміз. Тек су ішіп қана қоймай, міндетті түрде 3 затты қосып ішсеңіз, ағзаңызға үлкен пайдасын тигізесіз. Әлем ғалымдарының зерттеуіне сүйенсек, ең ұзақ өмір сүретіндер әрі денсаулығы мықты болатындар жапондықтар екен. Оның құпиясы денсаулығына жасаған мына әдісте дейді. Жапония халқы таңертең оянғаннан кейін бірден су ішетін көрінеді. Су көптеген ауруларға ем болатынын білеміз. Сөйтіп, бізде таңертең су ішеміз. Бірақ бұны бұлжытпай орындайтындар өте аз. Өздеріңізге мәлім, су бас ауруларын, жүрек проблемаларын, бронхит, ас қорыту және басқа ауруларды емдейтін сиқырлы күш. Жапондықтар тек су ішіп қана қоймайды, міндетті түрде 3 затты қосады екен. Барлығыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге дертке ем арнасы. Қазақша контентті қолдау мақсатында арнаға жазылып, жас арнаның дамуына өз үлесіңізді қосып кетіңіз. Арнаны 90% оқырман тіркелмей көреді екен. Сондықтан да арнаға тіркеліп кетсеңіз, бізге әрі қарай жұмыс жасауымызға үлкен шабыт береді. Сарымсақтың сан түрлі қасиеті бар екені көпшілігімізге аян. Ол тәннен, ішкі ағзалардан және тыныс алу жолдарынан зиянды бактерияларды, ішек паразиттерін шығарады, қан қысымын төмендетеді. Оның үстіне түйіндердің дамуына тосқауыл қояды. Сарымсақ обырға қарсы және антиоксиданттық қасиетке де ие. Бір түйір сарымсақта 400-ден астам пайдалы заттар бар. Ол организмдегі нашар холестерин деңгейін төмендетеді, тамырлар тазартады, ми обырына себепші жасушаларды жояды. Күл туберкулез таяқшасын және асқазан ойық жарасына себепші бактерияны жояды, құрттарды шығарады. Сарымсақ қосылған су С және В6 дәруменімен марганец, селен, мыс, кальций, калий, фосфор элементіне бай және көптеген дертке ем. Әсіресе ағзаны бактерия мен вирустан қорғайды, жүректің жұмысын жақсартады, қан тамырларды тазалайды, қанды сұйылтады, беттегі әжімді бөртпені кетіреді. Суық тию, тұмау, бронхит, мұрыннан су ағу, тамақ ауруларын емдейді, иммунитетті көтереді. Ағзадағы артық холестеринді шығарады, қан қысымы реттейді. Бөтелкеге әрқайсысы 4 бөлікке бөлінген 12 түйір сарымсақ саламыз. Үстіне 3 құты қызыл шарап құямыз. Ыдысты жауып, терезенің алдына күн түсетін жерге 2 апта қоямыз. Күн сайын 2-3 рет шайқап тұрамыз. Содан кейін сүзіп алып, күңгірт бөтелкеге құйып қоямыз. Осы сусынды 1 шай қасықтан күніне 3 рет 1 ай бойы ішеміз. Дәрмек тәндегі тұздарды шығарады, еңбек қабілетін арттырады, қанды тазартады, организмді сергітеді. Жүректі өте жақсы күшейтеді, зат алмасуын жақсартады. Әйел сырқаттары мен қабынулары кезінде аса пайдалы. Организмді зиянды қалдықтардан зардапсыз тазартады. Дайындау әдісі. 1-2 тіс сарымсақты қабығынан тазалап езіп аласыз. Сосын эмаль ыдысқа салыңыз. Оған 4-5 тамшы зәйтүн майы мен 1 стакан су құйып отқа қоясыз. 50 градуста қайнатыңыз. Осыдан соң 2-3 тілік лимонның шырынын қосып 15-20 минут бетін жауып қоясыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған емдік сусынды теңдей етіп 2-ге бөліп ішесіз. Сарымсақ қосылған суды кімге ішуге болмайды? Аллергияға, асқазанда жара болса, ас қорыту жолдары бұзылса, ішпеңіз. Жапондықтар суға қосып ішетін заттың біреуі лимон болып табылады. Лимон тілімдері қосылған суды денсаулық сусыны деп атайды. Лимон қосылған су С дәрумені мен калий элементінің қайнар көзі болып табылады. Нақтырақ айтқанда, иммундық жүйені нығайтады, жүйке жүйесін тыныштандырады, қан қысымы реттейді, ағзаның қышқылдығын қалпына келтіреді, зат алмасуды жақсартады, асқазан ас қорыту жолдарының жұмысын дұрыстайды, несеп айдайды, теріні тазартады, әжімнің алдын алады, қара дақты кетіреді, қандағы улы затты шығарады. Лимон құрамындағы магний, калий мен С дәрумені ми, жүрек және жүйке жүйесі жұмысын жақсартады, қан қысымын бір қалыпқа келтіреді, теріге нәр береді, тырнақ, шаш өсіміне оң әсерін тигізеді. Артық салмақтан арылуды мақсат тұтқан жандарға лимон қосылған су көмегін тигізе алады. Лимон шырынының құрамындағы пектин ас қорыту жүйесін жақсартып, артық салмақтан арылуға жол береді. Ол үшін күнделікті 1 стакан лимон қосылған суды 3 мәрте
қабылдау керек. Лимон қосылған қайнатылған жылы су бауыр, өт, бүйрек ауруларын алдын алып, бұл мүшелердің жұмысын жақсартады. Өт жолында тастардың жиналмауына ықпал етеді. Ағзаны зиянды қалдықтардан арылтады. Қан құрамындағы токсиндерден тазалап, тердегі пигментті дақтардың көзін жояды. Безеу, секпіл, әжімнің түсуіне жол бермейді. Теріні тазалап, оны ағартады. Күнделікті таңертең аш қарынға қабылдаған лимон қосылған су жүйке жүйесінің жұмысын бір қалыпқа келтіріп, бойға күш-қуат пен сергектік береді. Стресс, күйзеліс, көңілсіздіктің болмауына ықпал етеді. Жаздың аптап ыстық күндері бұл шырын шөлден құтқарса, қыстың күні жанға жылулық пен күш сыйлайды. Қайнаған 1 литр ыстық суға лимон тілімдерін салып қойыңыз. Суған кезде аз-аздан қабылдай бастаңыз. Кейін қабылдау мерзімін желетіңіз. Сондай-ақ қалауыңыз бойынша бұл шырынға 1 шай қасық бал немесе жалбыр жапырағын қосуға болады. Бал қосылған су. Балдың емдік қасиетін айтпаса да бәріміз білеміз. Ал бал қосылған су ішудің өзіндік ережесі бар. Бұл емдік сусынды тамақтанудан 30 минут бұрын ішесіз. Мейлінше ішетін кезде дайындау керек. Алдын ала дайын қойып, тоңазытқышқа сақтауға болмайды. Ондай жағдайда құнарын жоғалтады. Бал қосылған суды таңертең аш қарынға немесе түнде ұйқыға жатар алдында ішуге болады. Өйткені бал ұйқы шақыратын қасиетке ие. 30 грамм балды 1 стакан жылы суға араластырып, ем ретінде ішесіз. Сонда қан қысымы реттеледі, жүйке жүйесі тынышталады. Ағза дәруменмен минералды затқа бай болады. Ағзаны қуаттандырып, жұмысқа қабілетті ашады. Метаболизмді дұрыстайды. Асқазан ішек жолдарын жақсартады. Ағзаны токсиннен, бос радикалдан тазалайды. Суыққа қарсы күреседі. Бас ауруын қойдырады. Міне, 1 стакан суды 1000 түрлі дертке ем болатын керемет қасиетімен таныстық. Ендеше ерінбей ем ретінде қабылдауға асығайық. Егерде ақпарат пайдалы болған болса, бұл видеоны достарыңызға, тума-туыс ағайынға жіберулерін сұралады. Сіздермен бірге болған дертке ем арнасы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.